Алталаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздығы деп сөз зергері Мағжан атамыз айтпақшы, мұғалім мәртебелі мамандық. Тіпті әр жанұядан бір ұстаз табылып жатса, жанымыз жылып, көзіміз қуанып қалады. Ал бір әулет тұтастай ұстаз атты ұлағатты жолда болса ше, бұл бір қонған бақ, өзіндік ерекшелік деп білеміз. Сырым ауданы Алғабас ауылында осындай оқытушылар әулеті бар. Алдымен Өксікбаевтар отбасы туралы таныстыру сюжетіне назар аударайық. Өксікбаевтар отбасы Сырым ауданы Алғабас ауылынан тараған тек әулет, ұстаздар династиясы. Шаңырақтың асқар тауы Сәлімгерей Өксікбаев математика пәнінің оқытушысы, ал отанасы Ұштап Каримова қазақ тілі мен әдебиеті пәнін меңгерген мерейлі мұғалімдер болған. Бүкіл ғұмырын баласына арнаған. Бүгінде әке мен ана жолын жалғаған 27 ұстаз елдің әр түкпірінде еңбек етіп жүр. Жанұяның басым бөлігі математиктерден құралған. Оған қоса қазақ тілі мен әдебиеті, биология, география, ағылшын тілі, сызу мен технология, дене шынықтыру пәнінің мамандары бар. Ұл қыздармен қатар жанұяның күйеу балалары мен келіндері де білім саласынан жолығып, бірлігі мен тірлігі жарасқан жанұя атанып отыр. Олар өмір жолдарында тәрбие биігіне ұмтылып қана қоймай, білім көгінен де көп марапат иеленді. Жыл сайын аудандық, облыстық, республикалық дәрежедегі алғыстарға ие болып, өздері де талабы зор шәкірттерді тәрбиелеуде. Аудан мақтанышы, өңірдегі өнегелі шаңыраққа айналған Өксікбаевтардың жалпы еңбек өтілі бүгінде 505 жылды құрайды. Ұстаз нұры ғаламның дейді. Бұл шаңырақтың шуағы ерекше жарқырайтын шығар деп үміттенемін, себебі мұғалім мәртебелі мамандық екенін күллі жұрт біледі. Енді оның ішінде барлық отбасы мүшелері бірдей осы мұғалім оқуын бітірсе, әрине нұр үстіне нұр сіздерге сөзсіз тамсанады. Ұстаздар династиясы дейміз, әке аналарыңыз сіздерді осы арнайы мұғалім болуға баулды ма? Алдымен толығырақ отбасы туралы білсек. Бізде Гүлшат Сәлімгерей қызы қатысып отыр, ардагер ұстаз, қазіргі таңда математик, кезінде Қадыр Мырзали атындағы мектептің басшысы болған. Гүлшат ханым, ең алдымен сөз кезегі сізге ұсынылмақ. Рахмет, Мөлдір. Алтын кереге мына бағдарламасына шақырғандарыңызға Өксікбаевтар әулетінің атынан рахмет айтамыз. Біздер енді әкеміз, анамыз ұстаздық жолда жүргендіктен екі үйдің әулеті, өзіміз бір аулада, бір үйде өскен жандарымыз, солардың бала шағалары жиен немере деген сияқты, күйеу балдар сияқты қазіргі әулетте біздер 27 ұстаз бармыз. 27 ұстаздың әр түрлі белді мамандар бар іштерінде, қадірменді адамдар барлығы да тек қана сол салада жұмыс істейді. Ата-ананың бұл тағылымына жүгіндік деген сөзді мен айтқым келеді. Енді ана тілімен үгіттеген Абайды анамыз ұштап, ана тілінің маманы Бике деген сіңліміз бар, Сәлімгерей қызы, ана тілінің маманы. Екі біздерде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері бар. Бастау көзі әліппеде деген сияқты біздерде бастауыш сынып мұғалімдері 3 әулетімізде. Енді математиктер біздер 7-уміз. Соның барлығы да нарықтың шытырманын шешу үшін есеп білу керек деген бағытта сондай жұмыстармен айналыстық. Енді геохимиктеріміз бар, екеу. Азамат деген Бикенің баласы Болатпенен биыл бітіріп, Аңқатты ауылында таза химик енді ол. Еңбек жолын бастап жатыр деп есептейміз. Тарихшымыз бар, ол мына Жақсымбет пен Данагүлдің қыздары тарихшы біздерде. Осы қалада істейді. How do you do дегендер бар. Бұл енді біздерде ағылшын тілінің мұғалімдері, келіндеріміз, қыздарымыз осы салада жұмыс істеп жатыр. Спорт, дене шынықтыру ұстанымдары менен біздерде 5. Еңбек жолын нұсқайтындар да бар біздерде, олардың саны 2. Сонда біздер қазіргі таңда
27 ұстаз әр салада, әр ауылда деп айтуға болады, жұмыс істеп жатырмыз. Ата-анамыз енді біздерді қалайда мұғалім боласындар деп баулудан аман енді. Бірақ та үйдегі тәрбиеміз, әке-шешеміздің тәрбиесі, үлгі өнегесі біздің бүкіл өмірімізге азық болды деп айтуға болады. Себебі жанұядағы қарапайым еңбек адамынан бастап, мына біздерге білім берді. Біздер барлығымызды әке, ананың мектебінен өткен жандарымыз. Бұл бізге жігер берді және деп айтуыма болады. Сосын және анамды, әкемді айтатын, істегендерің бізге жақсы, үйренгендерің өздеріңізге жақсы, үй шаруасына, қоғамдық жұмыстарға, үкіметтің жұмысы дейміз ғой, ауылдық советтегі жұмыстарға бәріне жұмсайтын біздерді. Ештеңелерің кетпейді, көмектесіңдер деп. Біз соған кәдімгі үлкен бір адамдардар сияқты әкеміз, шешеміз айтқан біздерге заң деп соған жүре беретін едік. Осындай біздің жанұямыз. Бәрекелді. Енді жаңа айттыңыз ғой, әртүрлі пәндерді қамтыған отбасы екенсіздер, дегенмен басым көпшілігі математика. Біздің студияда отқан өздеріңізде баршаңызда математика пәнінің мамансыздар. Үлкен мектептерде істедік, белгілі бір дәрежеде мұғалімдер жылына аудандық, облыстық қатысып, марапатталған жандар. Және сол математиканы қоймастан осы күйеу балдарымыз республикалық математиктердің осы жарыстарына да қатысып келіп, енді 11-ші мектепті білесіңіздер ғой. Енді әулеттің күйеу баласы деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бұл жерде Жақсымбет Зейнекеұлы қатысып отыр. Қазіргі таңда нөмірі 11-ші Сәкен Сейфуллин атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектеп-интернат кешенінің математика пәнінің мұғалімі. Қазіргі таңда өзіңіздің еңбек өтіліңіз қанша жылға? Қош келдіңіз. Еңбек өтілім 38 жыл болып қалды. Енді негізі өзім Ақжайық ауданы Жаңабұлақ ауылының тумасымын. Енді бірақ осындай өнегелі, тәрбиелі әулетпен, соның ішінде ұстаздар отбасымен өмірімді жалғастырғаныма өзімді бақыттымын деп санаймын. Осында жастау кезімізде, енді ауылда тұрғанда қалаға келеміз ғой, мұғалім ретінде әрбір семинарларға, сонда танысамыз, курстарда бірімізбен жөн сұрасамыз. Сол кезде айтамын ғой, мен осы Қызылтудан, осындай Өксікбаевтардың күйеу баласымын дегенде бәрі маған таңырқай қарайтын еді. Жар таңдаудан шатаспаған екенсің, бір бақытты әулетпен болашағыңды жалғастырған екенсің деп. Сол кезде жаспыз ғой, шын мәнінде бір мақтаныш, сондай бір не күйде боласың. Әрине, текті әулеттің қатарына қосылу кімге болмасын мақтаныш, дегенмен енді жастық шақта белгілі бір арман болады ғой. Жар таңдауда жаңа ойланып жүресіз. Ойладыңыз ба өзіңіз осы білім саласының аруымен жолығам деп? Оның ішінде математика пәнінің білгірімен деп? Жоқ, ойлаған жоқпын. Мүлде ойлаған жоқсыз, кездейсоқтық. Ондай ойлаған жоқ, бірге оқыдық, екеуміз бір педкурста дайындықта 78 жылы. Сонда келгесін таныстық, содан бері бірге келе жатырмыз. Таныстықтарыңыз оқу орнында пайда болды, Оқу орнында. Қай оқу орны? Осы біздің өзіміздің Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының дайындық курсында оқыдық, мектеп бітіріп келгеннен кейін. Бір айлық. Сол курста таныстық. Енді екеумізде есеп жақсы шығаратын болғасын болай, енді олай. Сол есеп шығарумен танысып кеттік. Танысымыз содан бастап. Бізді таныстырған есеп дейсіз ғой, Иә, есеп бізді таныстырған. Жақсы. Данагүл ханым, қош келдіңіз. Енді расымен де математиктар отбасы ретінде де ерекшесіздер ғой, енді бұл әулеттен де жаңағы бөлек алып қарағанда да. Қазіргі таңда сіз Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінде қызмет атқарасыз, Негізгі осы еңбек жолыңыз қайдан басталып еді, қай мектептен? Біздер 78 жыл мен 82 жылдар аралығында, жаңа жолдасым айтқандай, Александр Сергеевич Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының физика-математика факультетінің математика саласында 4 жыл оқыдық. Содан кейін жаңа жолдамамен мені Жымпит ауданына, қазіргі Сырым аудан, сонда жіберді. Ол кездегі аудандық білім бөлімінің бастығы Ағилеуов Айнол ағай, қазір ол кісі енді дүниеге болып кетті. Сол кісіге барғанда маған жаңағы айтқаны, жоғары білімді дипломың бар,
сен мына өзіңіздің мектебіңізде, Алғабас орта мектебінде орын қазір жоқ барлығы. Сондықтан сен мына көршілес Правда совхозы. Қазір Шубин атындағы мектептің Қарағанды деген отделениесі болды. Онда да отделение болған, мен бөлімшесі 10 жылдық болып. Сол мектептен еңбек жолыңызды бастайсыз деп маған қолыма жолдаманы ұстатты. Мен бастапқыда шошып кеттім. Ағай дедім, мен ол кезде айта алмаймыз, ағай дедім, мен Алғабас орта мектебінде қазақша оқыдым. Кілең қазақ балдарының арасында өстім. Содан кейін жаңағы институтта қазақ бөлімінде оқыдым. Мен жоғары білімді болсам да, онда Правда енді кілең неміс ұлты ғой енді. Барып беруге жүрек сынып тұрмын деп. Сөйтіп айттым. Жоқ, жоғары білімдісің, математикаға тілдің қажеті жоқ. Және ертең Сәлімгерейдің қызы, сен маған рахмет айтасың деп, мен қолыма жолдамамды ұстатып, солай шығарып салды. Еңбек жолымды бастадым. Қарағанды орта мектебінен. 4-ші орыс классы, кілең орыс классы, 4-ші орыс классы, 7-ші класс, сосын 9-ші класстарды берді. 4-ші класстың сынып жетекшілігін берді. Классқа жаңағы директор апарып таныстырды, тұрғанда кілең жаңағы өзге ұлттың балдары. Өте жаңағы жүрексінді мен бастапқыда. Дегенмен жаңағы өз-өзіме қуат беріп, әл жинап, қызым енді еңбек жолыңды осылай бастайын деп отырсың. Анамның бір ауыз сөзі, осылай еңбек жолыңды кәдімгі батылдықпен, ұстаз болу батырлық қой, жүректің батылдығы дегендей, сол батыр бол, енді өзіңнің жаңағы еңбек жолыңды осы мектептен бастайсың деп, маған сенгесін жерде, сол әке-шешеме сөз келтірмейін деп, сол мектепте кәдімгі қиналсам да 1 жыл істеп шықтым. Көп нәрселерді үйрендім, орта тәрбиеледі мені жақсы, жаңағы оқушылардың өзі тәрбиеледі мені, былайша айтқанда. Оған бір мысал келтірейін, мен 9-ші классқа барғанда, енді ана 4-ші, 7-ші класстар кішкентайлы класс, 9-ші класстың балдарына барғанда, мен олардың тек иықтарынан келем. Өте кішкентай ол, қаншама биік кейсем де, сол мені дүр етіп атып тұратып партадан. Сонда мен араларынан көрінбейтін едім. Сосын отыратын мен жаңағы сабақтың бәрін түсіндіріп, жаңағы айтқаннан кейін түсіндіңдер ме десем, біреуден демейді. Содан мен бұлар түсінбей қалған болар деп қысылып, қайтадан түсіндірем. Сөйтіп жүргенде, сөйтіп менің мына орыс тілге деген тілім сынды. Кәдімгі жақсы, кәдімгі 1.90-да мен кәдімгідей жақсы, кәдімгі орысшаны жетік білетіндей, орысша класын бітіргендей қылып тәжірибе алып шықтым. Бір нәрсеге себепші, осы бір жаңаға жүрексініп келген жеріңіз сізді шыңдады, көп нәрсеге үйретті деп айтуыма болады. Жақсы, рахмет. Біздің студияда сондай-ақ Салтанат Сәлімгерей қызы қатысып отыр. Мамандығы математик. Енді ата-анаңыз мұғалімдер, одан кейін үлкен аға-апаларыңыз әке-ана жолын қуған. Осы бір себепші болды ма сіздің мұғалім болуыңызға, әлде шынымен де жүрек қалауы ма? Қош келдіңіз. Шын айтсам, негізі мен басқа мамандық таңдармын деп ойлап едім. Оған да әкем айтып жүрді, осы медицина саласына барып, хирург болсаң қызым, саған үйлесетін еді деп. Сол мен 10-ші класс оқып жүргенде әкем қонақ болып қалды. Сосын анам мен үлкен апам алысқа бармай-ақ қой, бізде Оралда медицина институты жоқ, или пединститутқа бар, или СХИ-ға бар деді. Пединститут таңдадым, именно физмат таңдадым, басқа көңілім ауған жоқ. Сосын бітіргесін 24-ші мектепте осы қалада, ол кезде тек жаңадан ашылып атырған мектеп болды. Директорым Аристанбеков Қариғат Кумарич болды. Сол кісінің қарауына жұмысқа кірдім. Бірінші алғанда ол кісі айтты, бізде енді жұмысшылар, мұғалімдер көп болады. Балдардың келуіне байланысты, жаңа мектеп, жаңа 4-ші микрорайон ашылып атырғанда, бірінші 6 сағат берем, ары қарай көрерсін деді. 15 август күні шақырып алып, маған 4 класс берді сразу.
класс жетекшісін аласың ба деді. Мамамның айтқан сөзі бар еді. Класс жетекшісі жоқ мұғалім, жай әншейін мұғалім сияқты болады. Сол мына мұғалімдік мамандыққа төселу үшін, бүкіл жаңа қыр-сырын білу үшін, балдардың психологиясын түсіну үшін, сен класс жетекшіні мойын тартпа, бас тартпа, класс жетекшілік ал. Сол айтқан сөзіне нетіп, мен класс жетекшіде болдым. Осылай тұрмысқа шыққанша сол мектепте істедім, математика пәнінің мұғалімі болып. Тұрмысқа шыққасын, декретке шыққасын, бір жылдан кейін жолдасым мектепте істегенді қош көрмеді. Сол мен жеке кәсіпке ауысып кеттім. Әрине, бұл өмірде әке сөзі, одан кейін жардың сөзінен аттауға болмайды ғой енді әйел адамға. Жалпы кез келген ұстаздың бойынан өзіндік бір талапшылдықты, қаталдықты көруге болады, е? Онсыз ұстаз емес қой, енді белгілі бір талап қоясыздар оқушыларға. Сол секілді сіздердің әкелеріңіз, аналарыңыз бір үйде ереже орнатып бет, қандай да бір шарт қойып бет. Мәселен, сабақты 5-ке оқуың керек деген секілді. Мектепте бұлай жүруің керек, себебі сен ұстаздың ұлысың, ұстаздың қызысың деген. Осы бір шақты әке ана тәлімін айтайықшы. Біздерге шарт қоюдан аман. Себебі біздер енді кішкентайымыздан сол мектепке барғаннан кейінде бір-бірімізді жетектеп, тәрбиелеп, ата-аналарымызға көмектесіп солай еттік. Енді отбасында мана балдар санын айттық қой, енді 2 үйдің. Соның ішінде қыз балдар біздер көбірекпіз. Сондықтан да анашым өзі мұғалімдік жұмысты сол атқарып жүрсе де, үйде біздерге де көңіл бөлетін қыздарға. Ол көңіл бөлеттейтінім үй шаруасын, жора жолғы, мына дастархан тәрбиесін, сосын қонақ күту деген сияқты, әсіресе мына ас бөлмесіндегі тазалықпенен жай енді айтып кетуге болады. Ана шай сүлгілердің тазалығына дейін сол айтып отыратын еді анамыз. Кез келген адам үшін әлемдегі ең жақсы, енді жылап та қойып жіберуі мүмкін. Әрине. Көзімнен жастар шығуы мүмкін. Ең жақын, ең асыл ол ана ғой деп біздер есептейміз. Сондықтан да ана бола білудің өзі үлкен өнер деп айтып отыратын біздерге, қыз балдарға. Ол да үлкен өнер, сәбиге ана жарық дүние сыйлауларымен бірге ананың жұмысы шектелмейді. Сендер барлығына да ертең өздеріңіз отбасында болған кезде көп төселіп, үйдегі тәрбиені әрмен қарата жалғастырасыңыздар. Бөбектеріңді бағып, қағу, азамат етіп өсіру, дұрыс жолға қойып тәрбиелеу, мұның бәрі ананың иығына артылған жүк. Үйдегі көзге көрінбейтін қыруар жұмысты да қыздарым ертең семьялы ана болғанда өздерің атқарасыңдар деп біздерге ашық әңгіме айтып отырмын. Біздер қайдағын айтады, біздер әлі жаспыз ғой деп кәдімгі мойын сынбайтын да кездеріміз болды. Енді семья болып, ана болғаннан кейін жаңағы анамның сөзі шындыққа айналды. Сол отбасының өзі бір өнер екендігін деп. Енді анам өмірінің соңына дейін еш нәрсені шала істеп көрмеген жан. Бәрлігін тиянақтап, артымыздан қарап, біздерге айтпаса да, біздер сол сезіп тұрамыз ол кісіден. Сезімдік сондай қасиеттері болады. Ата-ананың тәрбиесінің күші шығар, бәрімізде турашыл, бір сөзді, жаңағыдай өршіл мінезді, сосын намысшыл секілді қасиеттер молынан біздің бойымызда бар енді. Ол бүкіл халық сырмелі көріп отырса, осы облыстың мұғалімдер қауымы көріп отырсаңыздар, біздің отбасыларымызды біледі енді деп есептеймін. Сондықтан да мына
жақсы адамдарға біздер үйір болдық. Ол жақсы адамның мамандығын біздер қарамайтын едік. Ол бастық па, ол басқа ма, бірақ та солардың жақсы жақтарын қарап, солардан үлгі алып, соларға үйір болып, істерінен, сөздерінен, жүрген тұрыстарынан ата-анамыздың айтуы бойынша өнеге болды біздерге. Ол айтқаннан гөрі солай көріп істеген дұрыс деп, енді мына қиын қыспаққа тап болғанда өтірік айтпауға, адал жүріп, анық басуға, абыроймен өмір сүруге тырыстық. Ол біздің үйдегі бізге қалыптастырған іргетасымыз сияқты солай өстік деп айтуға болады. Енді мына және бір сөздерінде қазір енді ата әкемізде, шешемізде өмірден өтіп кетті. Біздер кішкене көңіліміз босап, соларды еске алғасын. Әрине, қай жасқа келсе де адам анасының алдында әрине толқиды, қашанда бала болып қалады. Олар айтатын еді, мына адалдық пен тірлік кешуде оңай емес дейтін. Адалдық пен тірлік кешуде оңай емес. Сол үшін қайырымды, қанағатшыл, шүкіршілік етіңіздер бәріне де деп отырады. Ол сөзді педагог болғасын айта беретін болар деп, дастархан басында да, жүріп бара жатқанда да солай етеміз. Осының бәрі отбасы әдебі деп түсінеміз біздер. Енді біздің анамыз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мамандығы болғаннан кейін өте мақалшыл болды. Барлығын мақалмен айтады. Біздер кейбір жерін түсініп отырамыз да, сұрамаймыз бірақ та. Соңынан тағы бір неткенде, уже ісіміз жаңағыдайға келгенде, уже өзіміз түсіне бастаймыз. Сосын ана мама айтамыз ғой, мама, ана мақалды кешеде айттың, бүгінде айттың десек айтады. Құлақтарыңызға сіңе берсін деп біздерді. Есіңізде қалған бір мақалдар бар ма? Анаңыз немі жиі айтатын? Так, ол көп айтады енді, кешірсең, кем болмайсың, кешірсең дегенді. Ұлық болсаң, кішік бол. Сосын ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деп. Кейбірде демалыс күндері жатқың келеді. Аунап кішкене еркелік жасағың келеді. Сонда кішкене жаңағыдай деп реніштер білдіре бастайды. Таби енді реніш емес, біздерден де кішкене пысық сынып, нетіп, солай етсін деген осындай мақалдары, енді дастархан басындағы көп енді тазалыққа байланысты. Жадыда жатталып қалып, сіздерге өмірлік азық болды. Қарап отырсақ, енді мақал мен мәтел айтпай-ақ бәрі біледі, бірнеше сөздің ішінде терең мағына жатыр. Дос басқа қарайды, мысалы, дұшпан аяққа қарайды дегендерде біздер сол кетіп бара жатқанда бет басымыздан аяғымызға қарап, бір жерімізде ілгегіміз ағытылып, бірден етіп, шаштарымыз үрпейіп тұрған жоқ па деп. Жалпы мұғалім дегенде көз алдымызға тиянақты киінген жан елестейді. Осы үлгіні әке-аналарыңыз, ұстаздарыңыз көрсете алды. Жаңа енді жақсы бір мысал айттыңыз расымен де. Айтады ғой, балаңды тәрбиелегің келсе, өзіңді тәрбиеле деп. Осы орайда сіздермен жақсылармен неғұрлым көп жүздес дегенді өздері жасау арқылы көрсетті. Яғни өздері жақсы адамдармен араласып отырып, сіздерге соны ұқтырды. Міне тәрбие деген осыдан көрінсе керек. Енді сіздердің қандай перзент болғандарыңызды әңгіме барысында ұқтық. Мектепте қандай оқушы болдыңыздар, соны білгім келіп отыр. Данагүл ханым. Ата-анамыз ұстаз болған соң ба, мұғалім баласы мектепте де, мектептен тыс уақытта да айналасындағы достарына, жаңағы сыныптастарына үлгілі болу керек деп есептеп, біз ата-анамызға сөз келтірмеуге тырысып, жақсы оқып, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, үлгілі жаңағы оқушы болдық деп ойлаймын. Ата-анамыз әсіресе өзіме қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ берді, өзге оқушылармен біздерді бірдей ұстады. Ешқандай алалық болған жоқ. Сол жаңағы қалай жауап берем, сол бағасын маған қойды дода. Яғни сіздерге де сабақ өткізді, солай ғой, Сабақ берді маған анам. Сол бір есімде қалғаны, бір Абай Құнанбаевтың бір ойнап кеттім екен, бір күз деген әлі есімде. Тақпаған жаттамай бардым.
сол жаттамағанды біледі енді анам. Біледі ғой. Үйден көреді ғой енді. Иә, оқымағанды, әдебиетті ұстамағанды. Сонда менен сабақ сұрады. Тұрды. Әдетте расымен де енді қызыңның немесе ұлының жаттамай жүргенін білесің де, көптің алдында ұятқа қалмайын деп сұрамай қалатын мысалы сәттер болады ғой. Сізден сұрады. Сұрады. Жаттаған, әзірленген жоқпын дедім. Отыр деді, жаңа өзінің тиісті бағанды қойды. Үйге келгеннен кейін жаңағыдай айтты. Екіншіден бұл қайталанбасын, мен кешірім сұрадым. Сол екен, сол маған үлкен сабақ болды. Содан кейін жаңағы менің ол тарих болсын, менің география болсын, менің қазақ тілі болсын, соның бүгін бағалсам да екінші күні анамның сабағы емес, кеше 4 алдым, бүгін 5 алдым ғой. 5 алдым, оқымай қояй деген, менде ол ондай ой болған. Күнделікті дайындалып. Иә, сонымен сен жаңағы басқа балаларға үлгі боласың. Сен сабақ айтпаған кезде, сен сабақ сұрағанда айтпағанда, мен басқа оқушылардан қалай сұрайым, үйге келгесін айтты. Ол кезде ол да мектепте маған отыр деді, болды. Келгесін жаңағы айтқан сөз әлі есімде. Сонда мен жұрттың басқа балдардан қалай сабақ сұрайым олардан? Сен оқымай барғансың деп, ол енді оқымағанды біліп тұр, маған сол сабақ болсын деді. Сол менің жаңа немде үлкен сабақ болып қалды. Ал енді үйде перзент болғанда негізі тіл алғыш болды. Үлкендердің сөздерін жаңа екетпеуге тырысып, солардың айтқан тапсырмасын мұқияттап орындаға. Өткені бізде де ата-анамызда сондай бір тәрбиесінде сондай бір тәртіп болды. Жинақылық, ұқыптылық, оқу құралдарын таза ұстау, сосын күнделікті өтірік айтпау, берілген тапсырманы орындау, мұқият, тиянақты орындау. Сосын жаңағы есеп бере отыру. Мен осындай істедім, орындадым, барлығын деген сияқты. Сол бізге қалыптасты ма? Сонда үлкендердің кейде ойын баласымыз ойнап кеткенде тапсырмаларын орындамай қалсақ, енді әке-шешеміз жұмыста жүреді мектепте. Сонда қазір зәреміз кетіп тұратын еді. Бірақ енді ойнағанды жақсы көрдік. Қолым бос уақытта әдеби кітаптарды көп оқығанды жақсы көрдім мен. Жақсы, Жақсымбет мырза, сіз үздік оқушы болдыңыз ба? Жақсы оқыдым мектепте, әсіресе математика мен қазақ тілін жақсы көрдім. Өзіңіз шәкірттерге қалайсыз? Бағаға сараңсыз ба, талапшылсыз ба, әлде жомартшансыз ба? Бәріне бестікті үлестіре беретін. Жоқ, бізде математиктер сараңдау, бәрі айтады ғой, математиктер сараң деп. Иә, оны өзімнен де білем, себебі математика пәнінен кәдімгідей ақсайтын едім. Енді қазақ тілі әдебиеті пәнін бітірдік қой. Расымен де математикаға келгенде ерекше бір кәдімгі қиналып, әрбір есепті қиын көріп тұрады едік. Сонда байқайтынмын, математика пәнінің мұғалімдері ешқашан бағаны артық қоймайды, кем қоймайды, әділ бағасын қоятындығын жалпы байқап өстік. Енді сіздерден тараған балалардың, немерелердің, шөберелердің осы бір ұстаздық жолды жалғастырғанын қалайсыздар ма? Біздерді енді 2 қыз бір ұл тәрбиеледік, Жақсымбет екеуміз. Сол үлкеніміз енді Гүлсая Бақымаудың тарих және құқық факультетін бітірді. Біздің жолымызды қуып, енді қалған екеуі мұғалім болудан бас тартты. Басқа мамандықтар есі болып, біреу қаржы, біреу өнер институтын бітірді. Енді оларды сол біздің жолымызды қуып, қалайда сендер мұғалім болыңдар, жаңа құрметті мамандық, жақсы мамандық деп, бізде оларды әдейі баулағанымыз жоқ. Өздерің сүйіп, жаңа таңдаған мамандықтар бойынша оқып, еңбек жолдарын бастап кетті. Жақсы. Ұрпақ тәрбиесіне көшейікші. Енді мұғалім мектептің жүрегі. Енді баланың бас ұстазы ата-ана болғанмен, ұстаздың атқаратын рөлін өздеріңіз білесіздер. Жалпы осы балалардың бәрін қалайда адам етсем деген ішкі ой болады ғой, қайсы біріңізде де. Мектепте де шәкірттер, үйге барсаңыз да балалар, жалпы шәкірттердің жағдайын жасаймын, солардың білімін арттырамын деп жүргенде, өздеріңіздің балаларыңызға, сәбилеріңізге бір көңіл бөлмей кететін сәттер болады ма? Жалпы таразы басын қалай тең ұстайсыздар? Кездессе де оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ енді қалайда сол баланың оқу мен тәртібіне көңіл бөлуге уақыт табуға тырыстық. Енді таптық та. Мектептен келген соң уақытпен санаспай, сол балдарымыздың түсінбеген жерлерін өздері айтып отырады. Мен мына химиядан, яғни математикадан, геометриядан түсінбей отырмын дегенде, сол
жолдасымыз екеуміз түсіндіріп жіберген кәдімгі уақытпен санаспай, сол түсіндіріп ертеңгі сабаққа әзірленуіне уақыт тауып отырған кездеріміз болды. Бауырлардың қарым-қатынасы деген бар, иә? Осы бауырлардың арасындағы сыйластықты бекем қылу, үнемі араласып, құраласып тұру, осы жағы қаншалықты қолға алынған? Мен енді кілең апаларым ғой, мен ең кенже қызбын, кенжесімін. Мен жолдасым айтады, қыздар көп болған жақсы ғой, бір-біріңмен жиі хабарласып, бір-біріңмен араласып тұрасыздар дейді. Осы қалада тұратын апа жездем, үлкен апам, әрқашанда күнде болмағанмен күн арапта сөйлесіп тұрамыз. Қал жағдай сұрасып тұрамыз, ақылдасып тұрамыз. Ауылдағы Аңқатта тұратын Бек апама, Жадыраға әрқашанда барып тұрамыз. Ақтөбеде бір апамыз тұрмыста, ол келіп тұрады. Біз жолшыбай Ақтөбеге кетіп бара тұрғанда соғып кетеміз. Белгілі бір жылдың бір күнінде бір бәріңіз жиналатын уақыт бола ма? Әрине болады. Әкеміз өте бауырмашыл, сондай тумашыл кісі болды енді. Анамыз екеуі. Сондықтан қонақжай. Мына қырда оқитын балдар бар, интернаттың балдары. Сонынан ағайын тумаларымыз, я өзіміздің руластарымыздың балдары келсе, міндетті түрде үйге алып келіп, интернатқа жатақханаға орналасқанша, солар біздің үйімізде болатын еді. Жаңағы кімнің ағайларының балдары келіп жатыр екен, жаңағы чемодандарын сүйреп алып келіңдер, үйге келсін, кішкене жаңағы болсын, қарындар ашып қалады деп біз әкеміз солай үйретті. Сол бойымызға сіңгендіктен бе біздер сол бауырларымыздың бір-бірін іздеп, жаңағы мысалы біздер ауылда тұрдық, ауыл мектебінде жұмыс істедік қой. Сол кезде сол бауырмашылықтың, сол үйдегі алған шешеміздің тәрбиесінен көргендігіміз болар. Біздің екі қызымыз сол кезде студент болды. Салтанат апасының үйінен оқып білім алып, жатақханаға ешқайда пәтерге жатқызбай, сол үйден білім алып, қазір жақсы орындарда жұмыс істеп жүр. Сол енді біздер жаңағы бауырға тартуды жаңағы ішімізге тартып отыр. Мына өзіміздің қайын жұртындағы жаңағы қайнаға, қайнапалардың балдарды бәрі ел жұрт біледі. Біздің үйден тәрбие алып, студент болып, қазір алды Астанада Сайылбек Ғизатов деген естулеріңіз болар. Иә, сол жаңағы қазір Астанада жұмыс істеп жатыр. Сол барлық біздің менің мектебім дегендей, сол мектептерден, біздің мектептерімізден шыққан балалар. Жақсымбет аға, айтыңызшы, математик болудың, жалпы математикта жанұясы болудың қандай артықшылығы бар? Бірінші математика тәртіп жақсы көреді ғой. Тәртіпті болуға. Үйде тәртіп бар. Үйде тәртіп бар. Бәрекелді. Біріншіден. Екіншіден сол енді симметрия дейді ғой. Математика симметрия барған жерде сұлулық бар дейді ғой. Олай енді жақсылыққа, жақсы нәрселерді тезірек қабылдауға көмектеседі математика. Қандай да бір жағдай белгілі бір ойсынен шығып кеткеннен кейін бәрі бұзылады деп енді математиктардың тілімен көп нәрсе түсіндіруге болады. Жалпы қай жағынан да тиімділік, артықшылық бар, иә? Үйде енді кейде бір сол математика тілімен сөйлесетін сәттер бола ма? Бір-біріңізбен, балаларыңызбен бір немен түсіндіру мақсатында қарапайым өмірдегі дүниені? Болады ғой. Мәселен, мысал келтіріп кетіңізші, енді бізге қызық. Жүріп келе жатқанда жолдасым айтады, былай қарай барайық деп. Жоқ, былай өте қояйық, себебі мынау гипотенуза жоқ, тіке барамыз былай. Міне, иә. Шынымен де керемет. Сосын қатаң фигураны ұстаңдар деп айтып қаламыз. Балдар кейбірде түсінеді, кейбірде түсінбейді. Не айтып отыр маған? Енді үш бұрыш қой, қатаң фигура деген. Қазір құрылыста да барлық жерде де кездеседі. Солай болыңдар деп. Сосын мына немізде өмір тыныстарынан бір-біріңізбен байланыстарыңыз қалай дегенде. Хабарласып тұрамыз, жағдайларын біліп тұрамыз. Енді ата-анамыз болған кезде інісінің балдарын бауырына салып, Бейімжандарды қазір енді Астанада ғой, соларды тәрбиелеп, біздермен қатар оқуға жібереді. Жадыра апаңменен Бейімжан қатар түсті оқуға. Қай жыл еді Жадырамен Бейімжанның бітіретіні? 77-де. Сосын анау еске фаққа түсу керек Жадыра, мынау физматқа түсу керек. Сосын
бір не жетпей қалып жадыра келесі жыл түсті. Химия ескі фаққа. Бейімжан түсіп кетті. Мә, екі үйде бапым той жасады ғой. Енесінің баласы енді өз бауырына басқан тұңғышы және үлкі арба қайда жүрсе соңғы доңғалағы. Соңғы доңғалақ содан жүрет, мұна інімнің алғашқы баласы біздер тәрбиелеген оқуға түсіп кетті деп. Жадыра жылап еңіреп, мен ешкім елемей атыр, мен экзаменнен құлап келдім деп. Келесі жылы түсті ғой, сол айтады. Ай, қызым, әзірлен, түсесің ғой, білімің бар, енді бір қателіктер жіберген боларсың деп жұбатып әйтеуір. Қазір ұстаз болып жүр ғой. Келесі жыл түсті. Оқуға түспей қалғанда онсыз да көңіл түсіп кетеді. Сол кезде мына ата-ананың демеуі, қолдауы аса қажетті, иә? Ата-ананың, әкенің, ананың бір ауыз қызым ештеңе етпес деген сөзі. Келесі жыл түсесің, әзірленесің. Содан кейін түсіп зор жетістіктерге жетті ғой. Иә. Бәрекелді. Қазір аудан көлемінде ведущий маман мысалы Жадыра апаң деген. Жақсы, біз енді осы экран арқылы Өксікбаевтар отбасының барлық мүшелеріне үлкен ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Енді студияға баршаңызды әкеліп бір жақсы әңгіме құруға мүмкіндік болса тіпті керемет болар еді. Енді қазіргі мына уақытқа байланысты осы өкілі болып келіп отырсыздар. Сіздерге жарқын сұхбат үшін алғысымызды білдіреміз. Осы бір ұстаздық жолда ұзақ жасаңыздар деп тілек айтқымыз келеді. Мына бағдарлама алтын кереге. Соған байланысты мына өз қызметтерімізде тәуелсіздіктің алтын керегесі болып, керіліп, оғы болып, шаншылып, рухқа күшті ұрпақ қатарын селдіретіп алмай. Білім, тәрбие, тағлым, рух, мықтылығын жақсы ұстайық. Сіздердің бағдарламаларыңды басқа әулеттерге де соны тілейміз. Алтын кереге рахмет айтамыз. Көп рахмет. Қандай керемет тілек. Енді сөзбен көркемдеп, жақсы бір дайындықпен келгендеріңіздің өзі бір айрықша белгі сіздердің отбасыларыңыз. Себебі жалпы мұғалімдердің қай іске де жауапты екендігін білеміз ғой. Осылайша міне дайындалып, кәдімгі айтар ойды жинақтап, біздің көрерменге, енді көрермендердің ішінде жас отбасыларда болуы мүмкін. Қандай да бір тәлім, тәрбие аларлық әңгіме сыйлағандарыңызға сіздерге тек алғыс білдіреміз. Аман жүріңіздер, қымбатты көрермен. Осылайша біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Осы отбасы ырысты болсын, ырысы баршаға жұғысты болсын деп хабарымызды аяқтайық. Аман болыңыздар.